мысал айтсам ұзақтық болып кете ма? Айтыңыз. Бір кедей Құдайға жауап жасайды екен де. Құдай мені кедей қылып қойдың ғой, мені кедей қылып қойдың. Байларды бай қылып қойдың. Мен бұлардан да көп жұмыс істеймін, керек болатын болса. Бұлардан да артық жұмыс істеймін. Бірақ мен кедеймін. Екеумізді бірдей қылып, оны да кедей қылып, көресің мені. Олардан қандай артық жұмыс істеймін. Сөйтсе Құдай байды да кедей қойып, мен бірдей қылып. Мен бұл мысалдың кейбір жерін дұрыс, кейбір жерін дұрыс айтамауым мүмкін де, жобасын айтып отырмын да. Екеуін де кедей қойып дейді. Кедей қойып даған екеуі де неге барып, таудан барып, көмір шығатын кеннен барып, көмір әкеліп сататын болыпты екеуі. Екеуі де бір-бір арбаны алып алыпты дағыны, күрегіні алып алыпты дағыны, тауға барып, көмірді қазып, артқан ғой онда. Сөйтсек, кедей ана байдың да кедей болып, екеуін бірдей қойғанда қуанып, көрсең қазір, кім қалай жұмыс істейді екен, мен саған көрсетейін де кедей өкіртіп, қайтып салып, түске дейін толтырыпты да арбасын айдап кетті. Ана бай-байғыз қолы жарылып, қолы ойылып кеткен, саламай, зорға дегенде, кешкеден зорға дегенде толтырып, ол қайтыпты. Кедей анадан бұрын жетіп қойғанда, міне, өзіне-өзі масаттанып, шаттанып, сөйтіп, ақшасын алып дағына, балдарымен қарын тойғызып, бүгін бір ананды алып, мұнанды алып, нанын алып, сүтін алып, айранын алып, бір-екі баласына ойыншық алып, тағы бір керек заттарын алып, арзабап кедей қайтыпты. Ана байғыз, бай-байғыз, зорға дегенде өткізіп, ол да ақшасын алып, ол да ақшасын алып дағына. Бір екі пирожки бердіпті, екі пирожкасын алыпты. Соны жеп үйіне қайтыпты. Сөйтіп ертесіне азанда қайтадан анадан бұрын тұрып кетіп қапты. Байдан бұрын тұрып кетіп қалғанда кедей. Мен бүгін одан сайын көрсем бүгін мен екіншісін. Бай келді дағы, ой бай депті. Мен мұна жалғыз өзім істеймейді депті. Мен бүгін енді бұл ақшаны жемесем жемей қойын, ана бір екі адам алып алайын депті. Екі адам алып алып, істемесем, мен өлетіндерім бар депті. Ол екі адам алып алып қасына. Соң ақшасын төлегенде, екі адам төлегенде. Жүріңдерші деді. Сөйтіп, тағы бір арбаны қосып алып, екі адам болғаннан кейін, оның да ақшасын төлеп, қалған ақшасын басқа дымға ақшасы жетпейді, барып кедей. Тағы да күнделікті төлеңіз дегенде, тағы да бір арбасын түске дейін толтырып алып қойғанда, екі арбамен барып, ол да екі арбасын мен әкеп нағанда. Онан сайын ақшасы көбейген, анау күндегі түлкін керек істеп жатыр, анау ертесіне тағы да екі арбасын істеген ақшасына тағы да ақшасын екінің ақшасын азап ақшасын бергенде, екі пирожкасын жегенде ғана, ол ертесіне төрт арбаға ақшасын, екі арбаның ақшасы көбірек болды ғой, төрт арбаға ақшасын жеткізіп, тағы да үш адам қосып тағып барып, сөйтіп ол тағы да ертесіне ол анадан көреді. Екінші күні ол екі арба келген, үшінші күні төрт арба келген, оған тағы да жемеген. Күнде ол жемегенде, кей бермегенде, сөйтіп қайтадан анадан бай кетті. Солай айтқан, байытын адам, Құдай өзі, о баста байытын адамды қояды, Құдай өзі соған бұйыртып қояды соған. Кедей болады, адам сол кедей болады. Жақсы. Осы мұжал мен дұрыс қой деп ойлаймын да. Сөйтіп өзі сөйтіп ренжіп өкпелей бергеннен естіз қой. Құдайдан көру керек, Құдай өсіп жаратып қойған адамды. Өзі бай болатын адам сөйтіп істейді. Жемей, ішпей, тірнектеп жаратып, бүйтіп істейді дағына, ол байып кете береді. Ал енді кедей болатын адам шашпай жүреді. Күніге ананы мынаны алып жүреді, сосын қайтпайсың.